Жасыл орманда 3 аю өмір сүріпті. Әкесі, анасы және кішкентай қонжық аю. Бір күні олар орманда серуендеп жүріп, бал тауып алып, үйге алып келіпті. Бұл балды кешке бәріміз бірге жейміз, дейді әкесі ыдысқа құйып жатып. Кішкентай қонжық шыдасын ба? Ыдыста алып, аузын ашып жіберіп, саусағын батырып жей бастайды. Төтшін ой! Сол кезде анасы қасына келіп: балам-ау, біз балды кешке бірге жейміз деп келіскен едік қой, мұның не? дейді. Мен сабыр сақтай алмай қалдым, кешіріңдерші мені, дейді қонжық. Жарайды балам, қателігіңді мойындауда үлкен ерлік. Қане енді бәріміз балды бірге жейік, дейді әкесі. Сөйтіп, үшеуі дастарханға отырып, балды бөлісіп жепті.